Кеше ғана 21 адам мен арқылы, яғни менің промокодым арқылы тегін тамақ жеп алыпты. Көбісі 2-3 адам болып 6000 теңгеге заказ жасағанда, бірақ соның 2,5 теңгесін ғана төлеген. Сонда 3 адамға бөлгенде 1000 теңгеге де жетіп тұрған жоқ. Керемет қой, дұрыс па? Айттым ғой менің оқырманым болған рахат деп. Ал қалай заказ беруге болады, тағы да толық түсіндіріп кетейін. Менің профилімдегі бірінші сілтеме арқылы өтіп, Яндекс.Гоуды тартып аласыздар, ішіне кіріп, қалаған кафе ресторандарыңызды таңдап аласыздар. Кейін не жегіңіз келеді, бәрін таңдап алыңыз. Пицца болсын, бургер болсын, чикен болсын, немесе басқалай тамақ та болсын. Акцияға іліну үшін заказыңыз 5000 теңгеден кем болмау керек. Ал жейтін заттың бәрін таңдадық, 5000 теңгеге жетті. Енді осы промокод деген жерінде мынаны жазасыздар. Сонымен болды. 5000 теңгелік заказдың 2,5 теңгесін ғана төлейсіздер. Одан бөлек менің промокодым арқылы айым ресторанынан да күшті қылып заказ берсеңіздер болады. Ол жерде 2,5 теңге емес, 3500 теңге акция. Әрі доставкасы тегін, үйіңіздегі есіктің алдына дейін әкеп береді. Айым ресторанынан да промокодым дәл сол. Жалпы Яндекстегі бүкіл кафе ресторандарға осы бір промокод. Естеріңізде болсын, акция осы айдың соңына дейін ғана болады. Бұлай біткеннен кейін профилімдегі ссылканы алып тастаймын. Осы промокодты астында комментарийге жаза кетіңіздер, өйткені білесіздер, маған промокод қалдыруға болмайды TikToктың ережесі бойынша. Тез заказ беріп үлгеріңіздер және Диананың қызықтарына жазылуды да ұмытпаңыздар. Мақұл?